Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бүгін ашма көже дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Бір ғана құрамнан жасап шығардым. Дәмі өте керемет. Сіздер мысалға жүгерімен, тағы да бидаймен жасасаңыздар да болады. Мен тек дәл осы пироловкамен жасап шығардым. Өте дәмді болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ашытып жасасаңыздар тіпті керемет болып шығады. Ең алдыменен жасау үшін бізге осы арпамызды тазалап жуып аламыз. Одан соң үстіне су құйып қайнауға жібереміз. Кішкене арасын араластырып қойыңыздар, түбіне жабысып қалмасын. Енді осы массамыз кішкене қайнап шыға бастағанда бетіне көбік пайда болады. Сол көбігімізді алып тастайсыздар. Көбігінен ажыратқаннан кейін үстіне татымына қарай тұз салып аласыздар. Енді осы тұзымызды да өздеріңіз татымына қарай саласыздар. Көресіздер, кішкене қышқылтым қаласаңыздар, көбіректеу сала беріңіздер. Енді осыны қайнауын күтесіздер. Баяу отта қайнатып аласыздар. Жарты сағатта пісіп шығады, біздің арпамыз тез піседі. Ол қайнап пісем дегенше мен 2 ас қасық ұнымның үстіне салқын су құйып, іртігінен жақсылап жазып аласыздар. Ешқандай іртік қалмау керек арасында. Видеода көріп тұрғандарыңыздай болуы шарт. Енді осы пісіп тұрған пироловкамыздың үстіне құйып, жақсылап араластырып аламыз. Сонда біздің пироловкамыз кішкене қоюлы, әрі бір ішкеннен кейін тойымды болады, және де ашуына тез көмек беретін осы ұнымыз. Жақсылап араластырып, тағы 5 минут қайнатып аласыздар. 5 минуттан кейін жаңағы осы арпамызды суытуға қойып қоясыздар. Кішкене жылы кезінде үстіне осылай нан бөліктерін салып қойсаңыздар, тез ашуға бұл нанымызда көмектеседі. Дәл осы қалыпта бір күнге қалдырасыздар. Бір күн өткеннен кейін барып қана аласыздар нанды. Мінекей бізде бір күн өтті. Көріп тұрғандарыңыздай ашып шықты. Меніңкі ашығанда осындай болады. Кішкене шариктер пайда болып, осылай ашып шығады. Нандары бізге қажет емес, нан бөліктерін алып тастайсыздар. Енді осы нан бөліктерін алғаннан кейін жақсылап тағы да араластырып аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай менде керемет ашып шықты. Енді осыны араластырып үстіне су құйып аласыздар. Таза фильтр су немесе кранның таза суын құйсаңыздар болады, немесе қайнаған суды суытып құйсаңыздар да болады. Мен фильтр су құйып алдым. Ең алдымен бұны 2 бөлікке бөліп аласыздар, достар. 2 бөлікке бөлмесеңіздер, мен мұнда ыдысым тар, сол себепті 2 бөлікке бөліп құйып алдым. Енді үстіне таза су құйып аласыздар. Мінекей, барлығында жақсылап араластырып, үстіне осы таза суынан ғана алып, жарты кесе айранымыздың үстіне құйып алып, іртігін жазып аласыздар айранымыздың. Айранымыздың іртігі жазылмаса, сол күйі құя салсаңыздар, арасында іртік болып жүреді. Сол себепті іртігінен жазып алып, қайтадан осы қоспамызға құямыз. Жақсылап араластырып, салқындатып ішсеңіздер тіпті керемет. Дәмі де ашыған дәм беріп, өте керемет болып, шөліңізді басатын сусындардың бірі. Әрі қарныңыз тоқ болып жүреді. Жаздың аптап ыстығында жасап ішуге сіздерге кеңес беремін. Өзімнің отбасыма және өзіме қатты ұнады. Жасап көруге сіздерге де кеңес беремін. Сонымен қатар достар, мұнда мен Instagram парақшамды да қалдырып кеттім. Және де осы мен YouTube каналыма тіркеліп алып, парақшамның дамуына үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.